Құлшылық Аллах тағалаға емес, өзімізге қажет. Ешқандай қайтарымын күтпестен шынайы жақсылық істеу адамдыққа лайық ең асыл қасиет. Алайда бұны түсіне бермейтіндер халдерінше жорамал жасап, ақиқаттан алыс тұжырымдар шығарып жатады. Тіпті кейбіреулер Аллах тағала өзін таныту мен сүйіндіру үшін әлемді жаратып, бізге намаз оқуды бұйыруға сонша мұқтаж болатыны несі дегендей қисынсыз сұрақтар қоятыны бар. Солар айналасына ойлана көз тастап, саналы түрде ден қойса, сансыз сұрақтарына жауап табары шүбәсіз. Әттең, таяз ойлап, қисық ойлап қор болады ғой. Мәселен, күнді алайық. Күні бойы жарқырап, адамдарға нұрын шашып тұрғаны үшін ақы сұрай ма? Немесе қара жер адамдарды көтеріп тұрған үшін бір нәрсе талап ете ме? Қарапайым лимон ағашы С витаминіне бай лимондарды бізге тарту ете отырып, ақысына не сұрайды? Келтіре берсек, мұндай мысалдар жеткілікті. Мінеки, осы жаратылыстар адамның еш нәрсесіне мұқтаж емес қой. Олай болса, 18 мың ғаламның жаратушысы Аллахты біздің ғибадатымызға мұқтаж деуді ақылсыздық демеске амал кем. Бір мейірімді дәрігер кедей халықты тегін емдесе, бұл дәрігердің бұлай істеуі неге керек болды екен? Оған сонша не қажет деп ешкімнің сұрамасы анық. Өйткені дәрігер үшін оның еш қажеттілігі жоқ, тек өзінің мейірімділігінен, жанашырлығынан істеп отырғаны тайға таңба басқандай белгілі. Сол секілді, бір дәрігер ауру адамға берген дәрілерін қоймай, ішкізсе, әлгі аурудың осы дәрігерді маған ішкізбесе бірдеңесі кетер ме екен? Оған не үшін қажет деуі де кішкентай баланың әңгімесі. Сол сияқты Аллахтың осындай әлемді біз үшін жаратуының, адамдарға ғибадат етуді бұйыруының түбінде де оның орасан зор рақымдылығы мен мейірімділігі жатыр. Яғни, жоғарыдағы мысалдағыдай дәріні ішу ауруға қандай пайдалы болса, ғибадат ету адам үшін сондай пайдалы. Бұл ақиқатты және бір мысалмен аша түсейік. Бір сәтке ана құрсағындағы сәбидің ақыл санасы бар деп елестетіп көрейік. Тар құрсақтың ішінде жатқан ол, осы мына көз, мұрын, қол дегендер не үшін керек деп ойлауы мүмкін. Оған біреу, бұлар саған басқа бір әлемде керек болады. Көздеріңмен таңғажайып әлемді тамашалайсың, мұрныңмен неше түрлі жұпар иістерді сезесің десе, сәби бұған сенбеуі мүмкін. Құлағында, аяғында, азығын кіндігі арқылы алғандықтан аузында жарамсыз деп табуы мүмкін. Ал рақымы мол Аллах сәби қанша керексіз десе де, оған қажетті барлық мүшелерімен дүниеге көзін аштырады. Бұл өмірде бізді сынаққа салып, өлгеннен кейін баратын ақырет әлемінде жүзіміз жарқын болуы үшін не істеп, не қою керектігін ұлы жаратушы пайғамбары мен Құраны арқылы білдірген. Бұл сынақ кезінде құрсақтағы сәби сияқты ақылсыздыққа салынбай, намаз, ораза, зекет, қажылық сияқты ғибадаттар мен парыздарды орындасақ, ақыретте солардың жемісін жей аламыз. Олай етпесек, ақыреттегі біздің жағдайымыз бұл өмірге аяқ қолсыз, мұрынсыз, ауызсыз келген сәбидің жағдайындай болатынын түсіндіруіміз керек. Әр бұйрықтың бас тартып, күнә екенін ескерсек, бұл дүниеден ғибадат құлшылықсыз өткен адам ақыретке күнәларын арқалап бармақ. Мұндай сапардың барып келері жері тек тозақ болмақ. Олай болса, ақыл есі орнында, саналы адамның істері санай берсе бітпес ырысын аямаған мейірімі мол жаратушының ақыретте де сонда ілтипатына бөлену үшін оның әмірлеріне мойынсұнып тыйымдарынан бас тарту екені түсінікті ғой дей келе, бір ғалымның ғибадатты да мағыналы сөздеріне назар аударайық. Аллах тағала сенің ғибадаттың түгілі тіпті еш нәрсеге де мұқтаж емес. Керісінше, сен ғибадатқа мұқтажсың, өйткені рухани науқассың, ал ғибадат болса, рухани дерттің дауасы. Жауапкершіліктің міндеттері. Жауапкершіліктің тиісті уазипалары фиқ кітаптарында 8-ге бөлінеді. Бірінші парыз, екінші уәжіп, үшінші сүннет, төртінші мүстахаб, бесінші мүбәх, алтыншы харам, 7 мәкрух, 8 мүпсид.
Осы 8-дің алғашқы 5-еуін орындауы, соңғы 3-еуінен бойын аулақ ұстауы, яғни жасамауы оның уазипасы. Бірінші парыз. Парыз анық, бұлтартпас дәлелдермен әмір етілген діни іс-әрекеттер мен міндеттер. Мәселен, дәрет алу, намаз оқу, ораза ұстау, зекет беру. Парыз өз ішінде айын және кифая болып екіге бөлінеді. Айын парыз әрбір мұсылманға тікелей жүктеліп өтеуге борышты парыздар. Мұсылман бұл парыздарды жеке өзі орындауға тиіс. Біреудің парызын басқа біреу өте алмайды. Намаз бен ораза секілді. Кифая парыз. Жалпы мұсылманға парыз бола тұрса, кейбір мұсылмандардың іске асыруы арқылы барлық мұсылманның мойнынан түсетін парыздар. Алайда ешкім орындамаса барлық қоғам жауапты. Мысалы, жаназа намазын оқығандай. Бір қалада кейбір мұсылмандар қайтыс болған мұсылманның жаназа намазасын оқыса жетіп жатыр. Сол кезде қалған мұсылмандар осы жауапкершіліктен құтылады. Бірақ кифая парыздың сауабы өтеген адамдарға ғана жазылады. Өтелмеген жағдайда күнәсі барлық мұсылмандарға жазылады. Парыздың өтелуінде зор сауап пен жақсылық бар. Мойнындағы борышын өтемегендер ақырет азабын тартады. Айта кететін бір жайт, кімде-кім парызды теріске шығарып, парыздығын қабылдамаса діннен шығады. Алайда парыз екенін мойындап, бірақ өтемесе тек қана мойнының борышы болып қалады. Яғни мұсылман күнәһар деп есептеледі. Екінші уәжіп. Уәжіп орындалуы дәл парыз секілді талап етілмеген, бірақ қуатты дәлелдермен анықталған іс-әрекет пен уазипалар. Мысалы, құрбан шалу, үтір және айт намазын оқу, тағы басқа. Уәжіптің үкімі парызға ұқсас, яғни орындалса сауап алады. Іске асырмаса ақыретте азап бар. Бірақ сенім, итиқади тұрғыдан алғанда уәжіп парыз емес. Уәжіпті теріске шығарған адам діннен шықпайды. Бірақ діндегі бір әмірді теріске шығарғаны үшін үлкен күнәға батады. Үшінші сүннет. Сүннет парыз бен уәжіптен бөлек. Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам жасаған және жасаңдар деген әрі жасалуына ризалығын білдірген іс-әрекеттер. Сүннет үшке бөлінеді. Бірінші, муәккат сүннет, бекітілген сүннет. Екінші, ғайру муәккат сүннет, бекітілмеген сүннет. Үшінші, зәуәйд сүннет, артық сүннет. Әуелгісі муәккат сүннет. Пайғамбарымыздың әрдайым жасап, ілуде жасамаған сүннеттері. Таң, бесін, ақшам намаздарын сүннеттері тәрізді. Осы сүннеттерді іске асырған сауап алады. Орындамаған адамға жаза берілмесе де айыпталады. Екіншісі ғайру муәккат сүннет. Пайғамбарымыздың кейде жасап, кейде жасамаған сүннеттері. Намазгердің алғашқы сүннеттеріндей. Бұл сүннетті мәндүт, яғни мүстәхаб деп атағандар да бар. Осыған кірген сүннеттерді іске асырған сауап, орындамағанға күнә жоқ. Ақырғысы зәуәйд сүннет. Аллах елшісінің күнделікті іс әрекеті мен әдептері. Мысалы, әрбір істі оң жақпен бастауы, отыруы, киім киюі. Бұл сүннетті пайғамбарымызға сүйіспеншілік үшін орындаса сауап, жасамағанға күнә жоқ. Сүннеттің парыз секілді айын мен кифая бөлімдері де бар. Мысалы, Рамазан айының соңғы 10 күнінде ихтиқаф жасау. Тарауих намазында хатым түсіру, кифая сүннетке жатады. Парыз намаздарын жамағатпен оқу айын сүннет болып табылады. Сүннеттің қажеттіліктері мен пайдалары. Аллах тағала Құранда мұсылмандарды елшісінің сүннеттеріне ынталандырып былай дейді: расында сендерге Аллахтан және ақырет күнінен үміт еткендер мен Аллахты көп зікір еткендерге Аллахтың елшісінде көркем өнегелер бар. Басқа бір аятта елшім оларға былай айт: егер Аллахты сүйсеңдер, онда маған ілесіңдер. Сонда Аллах та сендерді сүйіп, күнәларыңды кешіреді. Аллах аса кешірімшіл және рақымды деп айтылады. Демек, Аллах тағаланы сүюдің белгісі мен өзін ұлы жаратушыға жақсы көргізудің жолы оның елшісінің ізімен жүру арқылы іске асады.
Өйткені Аллахты шын жақсы көрген адам әлбетте оның жақсы көрген және разы болған адамына ұқсауға тырысып, барлық іс-әрекетін үлгі тұтады. Сүннетпен жүруде мол қажет ақыреттік сауап пен нұр бар. Сүннеттің ең кішкене әдеп ғұрыптарының өзі бейне бір жал-жал толқындары таумен таласқан аласапыран мына өмір теңізде кеменің компасындай мұсылманға бейбіт жол көрсетіп, діттеген жағалауына сау саламат шығуына арқау. Пайғамбарымыз бір хадисінде былай дейді: үмбетім бозылған заманда кімде-кім сүннетімді ұстанса, оған 100 шейіттің сауабы бар. Яғни бидғат пен қараңғылық вирустай шартарапқа жайылып, ақырет ұмытылып, адамдар дүниеге ұмтылғанда, кіші үлкенді, бала ата-анасын тыңдаудан қалып, әлемде атеистік қара дауыл ұйтқып, аждахадай алдына келгеннен бәрін жалмап жұтқан заманда, құндылықтар құнсызданып, құнсыздар асылданып, адамдар қасиет аяққа тапталып, күллі дүние шыр көбелек айналып, астан кестеңі шығады. Құран бейне бір мұражайларда қойылғандай үйдің қабырғалары мен керегелерінде ілініп, мұражайға қойылған заттың сыртына қол тигізуге болмайды деп жазылғандай, ешкімге есіресе, бүлдіршіндерге қолы тисе, тоқ ұратындай ұстауға қатаң тыйым салынып, өлімнің басында ғана тіл күрмеленген қарияның үнінде түсініксіз шала шығады. Адамзаттың ардақ тұтар тұлғасы атанған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам есімі көптеген жүректерден өшіп, сүннеттері жарыққа шықпай, екінің бірі оқи алмайтын көне қолжазба кітаптарда қалады. Ораза мен намаз секілді ұлы жаратушыға деген шүкір етудің нышаны болған ғибадаттар алыстағы ауылдың кейбір 80-ге келген қаһарман қариялар ғана оқып, бейне бір ұлы Құдайға шүкір ету қарттарға ғана тән іс-әрекеттей көрінеді. Ілуде жас жігіт намаз оқи қалса, қаңыраған қара шаңырақта атынан айырылып, қанатынан қайырылып, тұяқсыз атанып, жақында кемпірі де өліп, жалғыз қалып, жабығып, бір аяғы жерде, бір аяғы көрде қалған қара шалдың қылығын жасап жатқандай оқыс көрініп, үрке қарап, заманауи талапқа теріс келді деп, бір түнде жын жабысып, есі ауысқан адамдай төмен, кер тартпа деп елге жат санап, шеттелген бір заманда бір мұсылманның: атыңнан айналайын пайғамбарым, мен сенсіз қалай ғана жай табамын, тыным таппай салауат айтсам дағы, есіміңді келеді қайталағым. Сүннеттің ажыратып ақ-қараны, саған ерген ғұмырдан бақ табады, күллі әлем теріс қарап кетсе дағы, мәңгі есімің жүректе сақталады деп жылағанындай, сол заманда Аллах елшісінің сүннетін жандандыруға ат салысқан кісі 100 шейіттің сауабын алады. Сол бір сұрапыл заман зулап өтіп артта қалды ма, әлде болашағы бола ма, бізге белгісіз. Бірақ Хазіреті Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам үмбеті тоқырау кезеңін бастан өткізетіні анттан анық. Пайғамбарымыз бір күні сахабаларына сол сұрапыл дәуір жайлы былай дейді: әйелдерің сөз тыңдаудан қалып, тәні ашылып, көшеде жүрген жамандықтары жер жаһанға жайылып, ақиқат айтылудан қалған заман туғанда хәлдерің не болады? Сол сәтте сахабалар недерін біле алмай қатты дағдарды. Өйткені олар мұсылманның басына мұндай жамандықтың келеді деп ешқашан ойламаған. Қатты уайымдап таңырқап, осы айтылғандар бола ма пайғамбарым деді. Сонда Аллах елшісі: нәпсімді құдіретті қолына ұстаған Аллахқа ант етемін, бұдан да жаманы болады деп жауап қатқанда, айналасында отырғандар одан бетер дағдарып, сең соққандай теңселіп кетті. Тола бойларын қорқыныш билеген олар аздан кейін: бұдан жаманы не, пайғамбарым, деуге ғана шамалары келеді. Сол кезде адамзаттың ардақ тұтар тұлғасы атанған Аллах елшісі: жамандық атаулы ізгілікке, күллі жақсылық жамандыққа саналған күні халдерің қандай болмақ, деді. Сонда сахабалар: жақсылықтар жоғалып, жамандықтар жасала ма деп сұрады. Бұдан да жаманы болады. Бұдан жаманы қандай болмақ, пайғамбарым? Теріс қылықтарды көтере тұра үнсіз қалып, беттен алып, жамандықтың селіне көміліп кете барғанда,
тіпті оларға жамандықтың түрін өздерің үйретіп ынталандырған кезде, бұдан жаманы Аллах пен оның елшісі жүректерден өшіп, бастарыңа қара күн туған замандағы хәлдерің неткен аянышты. Адамзаттың қара дара тұлғасы пайғамбарымыз жоғарыдағы сөздерді айтқанда сахабалардың тыныстары әбден тарылып, дауыстары дірілдеп, «Бұл да бола ма, пайғамбарым?» деді. «Иә, бұдан сорақысы болады» деп жауап қатты. Осы кезде Аллах елшісі Аллах тағалаға ант ете отырып, оның мына бір сөздерін жеткізді. «Ұлығыма ант етейін, мұндай күйге түскен қоғамға сарқырамадай бүлікті салып жіберемін». Осындай қара түнек заманда бір мұсылманның пайғамбардың сүннетін жандандыруы шексіз шөлетке сепкен дақылдай, жасаған ісі шейіттің ерлігіндей бағаланбақ. 4-ші мүстахаб. Мүстахаб таңдаулы ең көркем амал. Діни терминде Аллах елшісінің саллаллаху алейхи вассалам кейде жасап, кейде жасамаған іс-әрекеттері, сәске намазы секілді кейбір нәпіл намаз бен оразалар ұсқан жатады. Сонымен қатар таң намазын айналаға жарық түскенде оқу, жаздың шілдесінде бесін намазын салқын түскенге дейін кешіктіріп оқу, ақшам намазын кірісімен оқу мүстахаб. Мұның үкімін жасағанға сауап, жасамағанға күнә жоқ. Ибн Абидин Мәндүд мүстахаб нәпіл терминдерінің бір мағына беретінін айтады. 5-ші мүбәх. Мүбәх жасалу мен жасалмауында діни жағынан ешқандай тосқауыл болмаған. Яғни жауапкердің еркіндігі іс-әрекеттер, мәселен тамақ ішу, ұйықтау тағы басқа. Мұндай іс-әрекеттердің орындалуына сауап та, іске аспауында күнә да жоқ. Бірақ бұл іс-әрекеттерді жасаған кезде сүннет ниетімен жасайтын болса сауап алады. Мысалы, бір мұсылман киім керде пайғамбарымыз оң жағынан кигендіктен осылай киемін деген ниетпен, яки пайғамбарым оң жағымен құблаға қарап ұйықтаған деген ниетпен жасаса сауап алады. Заттың негізгі сипаты мүбәх пен халал. Мүбәх заттың адалдық сипатын жоққа шығару үшін оның мүбәх еместігін негіздейтін шариғаттан арнайы дәлел керек. Мүбәхтығын жоққа шығаратын дәлел табылғанша зат өзіне тиіс мүбәхтың сипатын сақтап қалады. Харам. Харам жасалу мен пайдалануы исламдық тұрғыдан қатаң тыйым салынған нәрселер. Ішімдік ішу, құмар ойындар ойнау, зина жасау, адам өлтіру, ғайбаттау, жала жабу, тағы басқа іс-әрекеттер осыған жатады. Харам етілген зат немесе іс-әрекет өзінің затына тән жамандық пен ластық себебімен харам етілсе, бұл тікелей харам деп аталады. Яғни, мысалы, доңыз еті мен арам осыған жатады. Арақ өз негізі мен сипаты үшін емес, сырттағы себептер арқылы харам болғанға жанама харам делінеді. Мысалы, кез келген адал мен мал ұрланған жағдайда харам болады. Харамның үкімінен келсек, жасамағаны үшін үлкен сауап алады. Адамды тақуалық мәртебеге шақырады. Жасалған жағдайда үлкен күнәға батып, жүректер қарайып, иман әлсірейді. Адамның қашанда көңілі қашып, ғайбадаттардан ешқандай нәр мен ләззат алмайды. Күні ертең махшар әлемінде үлкен азап шегеді. Бірақ адам Құрани және сүннеттік дәлелдермен харамдығы айқындалған затты халал адал деп қабыл етсе, иманы көзден бұлбұл ұшады. Мысалы, бір адам ішімдік ішсе үлкен күнәға кіреді. Егер ішімдікті адал десе, өмірінде ішімдік ішпесе де діннен шығады. Бұл жерде ұлы жаратушының қойған үкімін өзгерту мәселесі бар. Құдай сақтасын, бейне бір ол білмейді мен білемін дегендей. Сондықтан мұндай іс-әрекет ширк күпір болып табылады. Ал ішімдік ішсе де оның харам екенін мойындап қабыл еткен адам күнәһар саналғанымен мұсылман күйінде қала бермек. Өйткені Құдайға қарсы шығу оның ешқандай ниетінде жоқ. Айыбы нәпсіге жеңіліп үлкен күнә жасауы ақыретте істеген күнәсіне қарай ауыр азап тартады. Ішімдік ішіп күнә жасау мен Аллах тағаламен сөз таластыру арасында жер мен көктей айырмашылық бар. Бірі күнә, бірі күпірлік. Науайман деген сахаба шарап харам етілгеннен кейін бір күні ішімдік ішіп келіп, Аллах елшісі оған шариғаттағы тиісті жазасын береді. Сонда сахабалардың бірі әлгі адамды кінәлап қарсы сөз айтқанда Аллах елшісі қабағын түйіп, бауырларыңды зекіп, шайтанға көмекші болмаңдар. Аллахқа ант етейін, ол Аллах пен елшісін жақсы көреді деді. Аллах пен оның елшісін жақсы көру, олармен бірге болу нәтижесін
бергендіктен мұндай адам қаншалықты күнә жасаса да жаман сөзді естуге лайық емес, өйткені ол Аллах пен елшісін жақсы көреді. Яғни күнә жасаған адамға Аллах тағаланың қаһарына ұшырағыр қараң қал деген секілді жаман сөздер айтуға болмайды, өйткені ол мұсылман адам. Екіншіден, мас адамға, яғни күнә жасаған адамға зекіп, істеген ісінің харам екендігін айту оның намазына тиісіп, ашуына харамды ерегісіп істеуіне әкелуі мүмкін. Осылайша адам шындық пен ақиқатты айтамын деп жүріп, адамды иманнан мүлдем алшақтатып жіберуі мүмкін. Адам әрқашан ақиқатты айтуы тиіс, бірақ орнымен айтқаны дұрыс. Орынсыз айту қашан да кереғарлыққа жол ашпақ. Ислам кіші пейілділік діні. Намаздың парыздарына қарсы шығып оқымаған адам мен қарсы шықпай оқымаған адамның да ара жігі осылай. Харамнан сақтағанды Аллах та сақтайды. Тимур әулетінің басшыларының Шахрух тұсында харам нәрселерден бойын аулақ ұстап, алыс жүруден танылған Нығметуллах деген өте діндар бір кісі болыпты. Төмендегі жайт сол кісінің осы мәселе төңірегіндегі зеректігін көрсетпек. Шахрух бір күні құзырына сәлем бере келген Нығметуллах тиісе, естуімше жіберілген сый-сияпаттан тартынбай жей беретін көрінесің. Сый-сияпатының арасында харам жолмен келу ықтималының бар екендігін осы уақытқа дейін білмегенің бе? Білсең соны ескермей қалай жей бересің? Деп сұрақ қояды. Нығметуллах бұған: бізге харам жағы емес, адал жағы ғана бұйырады. Құл харам жемесем екен деп барынша тырысса, Аллах та оған харам нәрсе жегізбейді. Мендегі сыр осы, деп жауап беріпті. Мұны естіген патша сөзін дәлелдемек болып, қала шетінде жалғыз қонысын бағып жүрген әйелдің қолындағы қозысын тартып алдырады. Қозы бірден сойылып, еті қазанға салынып, харам жемейтін Нығметуллахты әдейі қонаққа шақырады. Ол кісі де шақырғаннан қалма демекші, бірден ақ келісімін береді. Харам сайрайындағылар енді қайтер екен дегендей нәтижесіне тыпырши күтеді. Әне міне дегенше табақ-табақ етте тартылып, Нығметуллах та уәзірлер де аса бір тәбетпен алдарындағы асты бітіреді. Нығметуллах болса арасында Аллах тағаланың мұндай бергеніне жиі шүкір етіп отырады. Әбден болдау деген кезде Шахрух жымиып: «Оу, сіз харамнан қажатын құлдарын Аллах қорғайды, тіпті харамнан жегізбейді деген едің. Жаңа ғана сіз жеген ет бір әйелден күштеп тартып алынған харам алдың еті болатын. Аллах сені сақтамағаны ма? Бұған не дейсің?» депті мысқылдай. Нығметуллах әуелгі қалпын бұзбастан: «Менің жегенім адал екеніне күмәніңіз болмасын, ал сіздердің жегендеріңіз анық харам. Сенбесеңіздер, малынан айырылған әлгі әйелді шақырып сұраңдар» депті. Шахрух адамдарын дереу жіберіп, әлгі әйелді алырып, жайып жеген қозының мәнін жайын сұрағанда, ол ештеңе түсінбестен: «Осы жақта Нығметуллах деген Құдайға қараған тақуа, діндар адам жайлы көп естіп, қозымды сол кісіге апарып, игі батасын алмақшы едім. Соған апара жатқам. Сіздер болса, менен оны тартып алып, сол кісіге тиесілі үлесті жеп қойдыңдар. Харам жедіңіздер» депті. Харамнан қолынан келгенше сақтағанды Аллах та сақтайтынын осылайша дәлелдеген Нығметуллах кейіннен Кирманда дүниеден өтті. Аллах одан разы болсын. Мәкрух. Мәкрух сөздікте жағымсыз, ұнамсыз, жек көрілген нәрсе деген мағынаны білдіреді. Діни терминге салсақ, дін тұрғысынан ұнамсыз жаман іс-әрекет, дәрет пен ғұсыл алғанда суды ысырап ету секілді іс-әрекеттер осыған мәкрухке жатады. Мәкрух екіге бөлінеді: харамға жақын мәкрух, тахриман мәкрух, дәрет алғанда суды ысырап ету тағы басқа. Халалға жақын мәкрух, танзихан мәкрух, мұрынды оң қолмен шаю тағы басқа. Мәкрухтың үкіміне келсек, мәкрухты істеген жағдайда сауап. Мәкрухтың ішінде харамға жақын мәкрухты жасаған адам ақыретте азапқа ұшырауы ықтимал. Бұл имам Ахзам мен Әбу Юсуфтың көзқарасы. Имам Мұхаммед харамға жақын мәкрух дәл харам секілді қабыл етіліп ақыретте азапқа лайық дейді.
Халалға жақын мәкрухке келсек, жасалуында ақыретте азап жоқ, бірақ жасамаса сауап. Мәкрухты халал санау қателік, бірақ адам діннен шықпайды. 8-ші, мүпсит. Мүпсит басталған ғибадатты бұзатын нәрсе. Мүпситтің әдейі жасалуы күнә тудырады. Қателесіп жасаса күнә емес, күнә мен азап жоқ. Намазда өз-өзін ұстай алмай күлу секілді іс әрекет осыған жатады.